Мұз ішінде сақталған вирустар, бактериялар босап шығады. Қазіргі адам ағзасында оларға қарсы иммунитет жоқ. Сондықтан жаңа жойқын індеттер тарауы мүмкін. Жер сілкінісі мен жанартаулар күшейеді. Антарктида мұзының салмағы 24 миллион 380 мың гигатонна. Ол ерісе, жердің ауырлық орталығы өзгереді. Тіпті тәуліктің ұзақтығы 20 секундқа дейін ұзаруы мүмкін. Бұл тектоникалық плиталардың қозғалысын жылдамдатып, жаңа жер сілкінісі мен жанартаулардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Климат қалай өзгереді? Мұз азайған сайын, жер күн сәулесін көбірек жұтады. Соның салдарынан жаһандық жылыну одан әрі үдей түседі. Жел бағыттары, жауын-шашын көлемі өзгереді. Қуаңшылықтар мен дауылдар пайда болады. Экономикаға әсері. ақш пен Қытай ірі порттарынан, өндіріс орындарынан айырылады.